Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен спорт мастер арнасы. Бүгінгі видеода ажыменен туралы айтатын боламын. Ажыменен қайталанатын 3 қателікті айтатын боламын. Яғни бұл қателіктерді сіздер жіберсеңіздер, бұлшеттеріңіз үспейтін болады. Ажымен ұстағанда 3 бұлшет жұмыс істейтін болады. Біріншісі кеуде бұлшеттері, екіншісі трицепс, үшіншісі иық бұлшеттері. Достар, ажыменен яғни базалық жаттығу саналатын болады. Бүгін сол ажыменен қайталанатын 3 маңызды қателіктерді айтатын боламын. Көп адамды қайталайтын қателіктер. Достар, видео басымызды арнаға жазып, лайк басып, колокольчик басып кетеміз. Ал біз бастаймыз. Достар, ажымен ұстағанда жіберілетін бірінші қателік, көбісі жіберілетін бірінші қателік. Қолды до конца апармау и до конца түспеу. Бұл жаттығудан пайда болмайды. Яғни сіз кеуде мен иық жұмыс жасасын десеңіз, қол до конца апарып, до конца түсу керек. Достар, ажыменен қайталанатын екінші қателік ол арқаны көтеріп тұру, яғни олай. Бүйтіп тұру. Көз бүйтесек болды. Бүйтіп тұрады. Бұл қате болып саналады. Яғни денені тік бағдағандай. Денені сұқта. Достар, біздің үшінші қателік оны тез жасау. Яғни тез жасау, біреуін жарысқанда қандай жасасаңыз болады. Былай бұлшет шығарғыларыңыз келсе тез жасамаңыздар. Тез жасау былай болады. Бұдан пайда болмайды. Бұлшет өсіргіңіз келсе, асықпай бұлшет сезім жасауыңыз керек. Достар, видеоның соңынан көріп шыққаныңызға рахмет. Бүгінгі видеода мен ажыменен қайталанатын 3 қателікті айтып шықтым. Осы видеодан кейін бағанағы мен айтқан қателікті жібермейсіз деген ойдамын. Егер осы видео пайдасын тигізіп жатса, видеоға лайк басып, каналына жазып кетеміз. Достар, сіз комментарий қалдырып кетеміз. Келесі видео тақырыбын сіздің комментарийіңізді қарап шығару мүмкін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.